түрлі сурет саламын, толды жасым жетіге, мен мектепке барамын. Бар дәптерім қаламым, әліппемді аламын, арқама суқамды, мен мектепке барамын. Бар дәптерім қаламым, әліппемді аламын, арқама суқамды, мен мектепке барамын. Ұстазымды ардақтап, айтылар талай бар әнім, қолым ұстап көз соғын, мен мектепке барамын. Бар дәптерім қаламым, әліппемді аламын, арқама суқамды, мен мектепке барамын. Бар дәптерім қаламым, Сен қазақсың жатпаған, арын сатпаған, жер анасың жаттаған, қаның сақтаған. Азамат болаймынды елің сенеді, азамат қаусар алтын сабыр сақтаған. Айқын жанбаған, әкең таудай тыңдиып, анаң теңіз тұңғиып, атаңа жең өсірді күндей нұр құйып. Өз жұртыңда батыр бар, нағашыңда уақын бар, менде бақай болуға сенің хақың бар. Сен туғансың ұлына, асқа алмайсың, жауда жүріп жаһанды басқара алмайсың. Шын достарың көп болсын жауған өмірде, ата-анаңдай абайла дос таба алмайсың. Айқын жанбаған, әкең таудай тыңдиып, анаң теңіз тұңғиып, атаңа жең өсірдей күндей нұр құйып. Өз жұртыңда батыр бар, нағашыңда уақын бар, елде бақай болуға сенің хақың бар. Адал жолдай ақсүйер адам болмаған, өнегеден нөміргенді сүйер тәнім, жүрегімнің сыйлығы саған жолдаған. Айқын жанбаған, әкең таудай тыңдиып, анаң теңіз тұңғиып, атаңа жең өсіргей күндей нұр құйып. Өз жұртыңда батыр бар, нағашыңда уақын бар, елде бақай болуға сенің хақың бар. Әкең таудай тыңдиып, анаң теңіз тұңғиып, атаңа жең өсірді күндей нұр құйып. Өз жұртыңда батыр бар, нағашыңда уақын İlk damat dedi, біреуің тұр, онша емес, фигурасы, чаш алба жұлба біреуді ол, мынау. Екінші симпатичный бір фигурки деді, кеп отыр маған. Ой, құттығыз мағайын! Енді біреу шапалақ айта берген ғой, бауырым бергеш дейді. Я десем, мағанадан шапалақ сұрап жүрген сен ба дейді маған. Я дедім. Содан бастап шапалақ сұрамайтын болдым, құрметті ағайындар. Мен болсын дегенде өздеріңіз білесіздер. Ералы мықты болсын. Ерасыл мектепті беске бітіретін болсын. Ерасыл Астанаға әкім болсын. Ерасыл деген ұлы болсын. Ералы тағы да бір әкімнің қызы қалсын. Сосын жақсы креслоға плотно отырсын. Содан өкіметті жеп. Аямай шек. Тағы жеп.
Что-то бірдеңке не хватает, қайтадан емес пе? Дұрыс музыка қойшы, может, басқа бірдеңке болып тұрған сияқты я. Ал кет, бері! Братан, ауылдарыңызда дискотека деген болып кетті негізі. Болған жоқ па? Бәсе бір музыка көрмеген адам сияқты. Жалпы сіз үйленгелі қанша жыл болды? 17 жыл болды. Ау, 17 жыл. Арайды мен артынан ұқсап, маған не ренжіп тұрсың? 17 жыл болды, жақсы болды екен саған. Айтпайсыз ба? Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Арай көңілмен бақытты болғалы. Бақытты болғалы Арай. Кіммен? Арай көңілмен. 17 жыл. 17 жыл. Ура! Ура! Біреу айтады, ойбай, мен сөйтіп айтам, біреу айтады, әй деп айтам, біреу айтады, үй деп айтам. 17 жылда кім деп айтасың? Негізі, енді қаш көрген кім деп айтам? Арайко деп. Ау, Арайко деп айтам. Қазір да Арайко деп айтам. Арайко деп, е? Өзгермейсің. Жоқ, 70 жылдан. Кім біледі енді біреу? Өзгермейтін шын? Өзгермейді, е? Наверное, е. Болды, шақырыңыз, екелеп шақырыңыз. Арайко, мұнда кел! Жайша жешіп отырсың ба? Құдайым, мынау баяғыдан батыр болыпты дейді. Жауға жарап шабылмайды екен. Әйелін көрсе әдіреңдеп шабады екен де. Әйелің емен батырсынып шешіліп енді жалпы риза отырмыз. Мен ойлаймын да сізді қарап Ералының мамасы емес, как будто бір сестрасы сияқты, я? Өзі бір кәдімгідей бір диплом алған адам сияқты болып тұр да. Жоқ, шын айтам. Мен ойлаймын, күйеуің жақсы болса жап-жас болып жүрсің. Міне, шапалақ осыны әлі деген ағамыздың әйелін айтқам, әй жеңеше күйеуің жақсы болса, мына гүлдің өзін әдемі топыраққа отырғызса, гүл жайқалап шыға деген ғой. Кейбір страшный өспейтін топырақтар болып, соған отырса гүлді білесіз ғой, шашы шарғайып, алға-жұлға бір неге болып кетеді. Значит, сіздің топырағыңыз әдемі болып тұр, жеңеше. Бірақ гүл сіздің бүкіл энергияңызды алып алыр, бірақ. Жалпы, былай ғой, үйді бірінші атаман кім? Егер еркек үйіне кіріп, кім бірінші атаман десе, сол жайдан бастап ол екінші атаман дейді. Өйткені өзін-өзі күмәнданып тұрады да. Әңгіме айтып тұрған ба? Мен бұған сұрақ қойсам, ана уағыз айтып жатыр. Үйге кіргенде, егер де дейді, үйге кіргенде, кім бірінші атаман десе, сол өзі күмәнданады. Ұқтық, бірақ кім? Не? Осы қалай бұл, өзін өтіген отырған? Кім? Ау? Берік тобы. Точно? Молодцы. Давай еще раз. Кім? Кім? Сол кісі отағасы. Енді келіңіз. Егер отағасы болса, бәрі сол шешеді. Иә. Бәрі сол еттейді. Иә. Енді осы тойда мен Беріктің түрін бүгін ғана көрдім. Сіз шешіңіз ғой да. Сіз реттедіңіз ғой. Өткенде Берік звондады. О, бұл той қысық болып болмайтын ба қалды. Берік маған ақшаны қайтар деді. Мен айттым, Берікке қайтармай қойса қалай болады енді. Тойыңыз болса демем. Ойбай, телефонның ар жағынан сіздің күйеуіңіз блатной кәдімгі, білесіз? Содан сұрайын, Берікке жасайсашы той. Сол араға келе салайық. Өмір өзгертіп дейді, әйел адамды дейді, табанына таптама, ол сенің аяғынан жарылған жоқ дейді. Әйел адамды басыңа да шығарма, ол сенің басынан жарылған жоқ дейді. Әйел адам қабырғасынан жарылған дейді. Сол үшін оны жүрекке сақта дейді. Қабырғасы всегда қисық келеді дейді. Енді аға 50 жастағы адамдардың өзі реттей алмай жатқан, қабырға түзе алмайды екен. Бауыржан Момышынан сұраған екен. Өмірде ең мықты батыр кім сізден асқан десе, ол әйел деді. Неге олай дейсіз десе, біз жауға барып, үйге қайтқанша асығамыз, ол әйел келеді де қайтпайды ғой деді. Сондықтан кім атаман болып тұр бұл жерде? Мен. Мына кісінің мұғалімі кім болды екен негізі? Баяғыда Бауыржан Момышұлы бар ғой. Сол батыстарда деп қырған ғой. Вот сол қанша қырсалда, сұрапты. Сіз
десе әйел депті. Неге депті? Өйткені біз бір жерге барсақ қайтамыз депті. Әйел адам қайтпайды ғой депті. Кім сонда? Мен бауыржан емеспін ғой. Жалпы былай айтайықшы, бауыржан емессің. Атаман да, бірақ әрбір атаманның генералы болған екен де. Генералы. Сіз үйдің генералы болып тұрсыз. Бізде звание жоқ. Мен оған десем, қайдасыз, өзіңіз ұстап, жап-жас болып жүрсіз кәдеге. Молодцы. Енді былай болсын. Осы үйдің атаманы бүгіннен бастап берейік. Генералы Арайко. Енді былай болсын. Енді бұл шешімін қазір былай шешеміз. Сіздің бір подружкаларыңыз келді ме осында? Бір биді сындыратын, шығаратын бытшықлардар бар ма? Кім шақырғаныңызды білесіз ба? Жоқ, бәрібір кім болса да 18-ден 75 жасқа дейсіз. Ана. Ана! Бұна сіз сияқты күшті кеуге шыққан әділаға өтпейді. Так, сіз жақтан. Көріп қойын. Кім? Ал енді өздері айтты. Кім шықсын? Осы аян өзін шыққан. Аян шақырды, ойын болмайды, қайтыңыздар. Өйткені бұл кісімен мұғалім болған, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сол, қазір қайттан шақырам, аян қызы басын. Анау-мынау үйінде тұрмай? Ау, жоқ, қазір енді бұл жерде мен баға бермеймін. Енді ұшуы мүмкін. Бұл биде, әдемі бидің қажеті жоқ. Энергия мен эмоцияны кім көрсетеді болды. Соныкі. Так, Ералы үшін кім бар? Любой бір. Ералы үшін. Аян шығады Ералы үшін. Ал. Бәрекет. Кім? Назгүл дейді. Назгүл, давай келіңіз. Енді кім бар? Шығу керек. Желаниясы барлар? Ау. Болды. Кім бар? Ертең біз шықпай қалдық деп жүрмесін. Ер азаматтарға дубленка, әйел адамдарға ет салатын. Кім? Гауһар кім ол? Гауһар деп отыр. Бар ма? Көршісі Гауһар деп отыр. Сіздер ілмейсің. Жоқ, тоқтаңыз, сіз ілмей билей алмайтындарды айтып отырсыз ғой кәдімгідей. Әшейін өзі боз кетейін деп отыр кәдімгідей. Көршілердің ішінде Әсет деген бар ма? Әсет, көршілердің ішінде Әсет. Бар ма? Болды. Қазір көреміз. Егер мынадан эмоция көре алмасақ, онда ерте келген қонақтар алатын болып саналады. Кім нешеде келді, ұмытпай келген уақыттарыңыздың бәрін ойларыңызға түсіріп отырыңыздар. Ерте келген қонақ алуы может бишілер алуы мүмкін. Так, атыңыз? Кім болып келесіз? Жеңем деген ойласыз ба? Жоқ па, сразу айтыңыз. Конечно, ойладым. Молодцы, болды. Сізге сомнение жоқ, сіз жеңесіз бе? Болды, сіз бұйыртса. Атыңыз? Әсет. Жоқ, бұйыртса деген жоқ, керек, әкел де керек те, бар жоқ? Демейміз. Жеңесің.
Шыляпсыз. Так, енді бұл жерде музыканы өздеріңіз таңдап аласыздар. Өздеріңізге бәрібір кімге қалай ұнайды, шпагат па, сальто ма, самый главный эмоция, я? Ар жаққа барыңыздар, бірінші кім шақырылды, мен очередьмен білем. Бірінші Асет шығады, екінші Апай шығады, үшінші Аян шығады, рет-ретмен шығасыздар. Так, бірінші Асет сен шақырылғасын кел. Қандай музыка ойнайын? Кез келген. Давай, кез келген музыка бер, давай. Молодцы, красавчик. Пока что финал. Давай еще. Қандай музыка? Бұл кісі Асеттен сезіп тұр біле. Бұл жерде қорықпаңыз, әйел адамдардың сыйлығы бөлек. Ол әйел адамдар тамақты алады маған, тамақшы. Анандай күшті, айттың ба? Давай, қандай музыка? Қара жолға? Бұл жерде әдемі кер жоқ, жеңеше эмоция керек. Ақырын жібер сен, қара жолға көрейік, может енді бір. Одан бірдеңке ойлап тапқан шығар бұл кісі. Давай, жібер. Бізде қара жолға қосылмаған 10 жыл болды анау. Болдырмасын табалау. Іздеп отыр, аны байқұстың өзі деп отыр. Білем, бұл би әдемі өзіміздің дәстүр саны, салттылар, айтамайладым. Вообще керек эмоция, ертең әділ айтады, бе бауырым не болды саған, давай, қойшы дір-дір ететін. Мына кісі өмір бақи серьезно көріп үйренген қу дүние айтып бар. Міне, әйелдерден пока сіз бірінші орында тұрсыз, пока, бірақ пока что. Так, Аян кетті. Қазір не, Аян кетеді, не Асет кетеді, келіңіз. Сіз ана, шпагат отыра кезде анамен жұмысы сіздікі тез жұрттарын шалбар. Аяқ көтерем бұлар. Қандай мұсың? Шудың бойы. Шудың бойында ал кетті кавалер. Байқай, ей! Асет кел. Мұрада мен білем, сіз маған мұратан болып сіз дөрт ұлсыз. Сен биледің, аяғында эмоциясы бәрі қосып бар ғой. Құйымды дедей бар ғой аяқтан ғой. Шықты біреу. Асет кетті. Асетке приз. Асетке приз. Приз. Ақжол. Асет. Бұл енді тойдан тойға деген көйлек бұны кимейсің. Әлі көйлек келесі. Келіңіз. Жоқ, жеңеше сіз ғой е. Сіз шақырып алды ғой е. Так, қандай музыка? Любой, давай, через. Ой, жеңеше, аяғының келіншегі күшті да кетіп барады. Ай, әділдің келіншегі. Сіз әлі мына жерде тұрсыз. Болмайды екен, да? Бес ай, да? Просто көз бар да мына жерде ше? Ақыр подставить етіп жіберейін десем болмайды ғой. Әйтсе, бұл кісінің қолына талай шай ішкен мен, е. Келесі, келіңіз сіз. Қазір егер мына кісі қатты билеп атса, жоқ, бұдан асырам деуіңізге болады. Ал сіз асырып жіберіп, бұл кісі асырам деуге болады. Конкуренция можно. Так, қандай музыка?
Ягода маленькая дейді, не дейді? Ама білмейді дейді. Ягода маленьканың мелодиясы ғой. Мария Магдалина шамы. Әсет кел. Мұрадан енді білемін, сіз маған мұратан болып келесіз, дөретуілсіз. Сен биледің, аяғында эмоциясы бәрі қосып бар ғой. Қиындырды ғой, аяғында ғой. Шықты біреу. Әсет кетті. Әсетке приз. Әсетке приз. Сіздің биіңіз мықты болды, ана кісіде эмоция бар екен. Былай, не істейміз? До конца, давай, кет. Давай, тебе. Свежий музыка дам, давай. Давай. Кім? Атыңды көрсін, Әсет деді, Әсет. Қандай? Әсет, қайт. Любовь? Давай, кет. Енді разына шығасыздар бірге. Кім жеңет сол мықты болды, давай. Давай, поехали. Жасама, итерме. Давай, енді мен екеуі бірдей сияқты, бірақ енді сіздер өздеріңіз баға бересіздер. Сіздің атыңыз кім? Ботагөз! Анар! Ботагөз, я не виноват. Это жизнь. Да? Я не знаю, вообще. Айтамын, 116.550 теңге. Қандай музыка? Любой давай, жібер. Аға не істеп жатсың? Мен әлі бастаған жоқ па деп жатырмын ғой бізді? Ағаға приз беріңіздер, ағаға приз. Келіңіздер, Аян, Анар, жеңеше келіңіздер. Так, енді былай ғой. Дубленка қайда? Пока тұра тұрыңыз, асықпаңыз. Не қайда, табақ қайда? Шоқшын не? Енді былай. Қазір Аяннан дубленкін тартып алам деген жігіттер болса шығыңдар биге. На счет 3. Үшке дейін санаймын. Аяннан тартып алам деген жігіттер. 1. 2. Кім бар? 3. Арқат дейін, ал, арқат деген. Арқат, давай. Арқат.
молодцы. Алтын басты әйелден тақыр басты еркек артық дейді. Давай. Дайынсыз ба? Аямен билейсіз. Жеңсеңіз, дублёнды сіз тартып аласыз. Кеттік жібер. Шаршама тек шаршама, аяқым тұрса да, шаршама билейік, шаршама. Шаршама, шаршама, аяқым тұрса да, шаршама билейік, шаршама. Бір апен көкпен алып кеттің ба? Күрез ана кісіге. Айттым ба, бұл кісі ойлау жүріп бірдеңке шығарып жүреді өзге. Өзім емес, айлана ма, сиқырлай ма, мынау сізге тоже ничего подарок. Так, тағы дублерді тартып алатын кім бар? На счет 3. Шанс береміз, енді екі адам шығу керек. Біреу. Екеу. Ебап, давай, ал. Жоқ па, енді кім бар? Кім? Асел ол не қылатын? Ошан бар, Ошан. Ау! Ана дублен күркен екен біліп тұр. Кім бар? Жоқ ойда бір, үшкөнге санай. 2, 3 дубленка! Токиодан медаль алғандай болдық қой бүгін. Рахмет. Халқым рахмет. Ал, үшке дейін салайын, посуданы кім тартып алғысы келді де әйел адамдардан. 1, 2, 3, посуда апайға. Болды. Рахмет, қасырмамасына келемін. Қарай. Стоп, сен издеваться. Сен издеваться. Давай, еще раз, на движение қайтадан кет. 1, 2, 3. Тоқтар, сен мойның істеп тұр ғой, ана жақта бүрмейіс болып, ана дидам жасашы, қарашы сен. 1, 2, 3, давай, жібер. Стоп! Емок тұрар, міне, жібер. Хоппа, мына кісі бара, давай. Давай. Ой. Мына кісі бара, давай. Жаса, давай. Жаса. Көзет. Сегіз. Стоп! К! Буква А. Сіз 12
12:20'da. Siz 12:25'te. сол кезде ана кісіні көрдіңіз ба? Көрдім. Қай жерде отыр? Далада жүрген. Далада жүрді, иә? Молодцы, ана кісінің сыйлығын да қайта берсін, болды. 12:15'те. Сол кезде сіз 12:20'да келген дос кісіні көрдіңіз ба? Жоқ, бұл кісіні мен қарсы алдым. Бұл кісіні сіз қарсы алдыңыз, иә? Сіз ана кісіні көрдіңіз ба? Ал, жарайды. Так, точно айтыңыз аға. Мына кісіні келгенде көрдім, нешеде келдіңіз? 12:20'da. 12:20'да мына кісіні көрдіңіз ба? Жоқ. Сіз 12:15'те келдіңіз, ана кісіні көрдіңіз ба? Ол кісі қай уақытта келді? Көрген жоқсыз да? Так, мына кісіден ерте келген біреу бар ма? Мына кісіден ерте, келіңіз апай, келіңіз. Келіңіз апай, келіңіз. Келіңіз де апай отырған тұрыңыз, шапалақ olsun. Келіңіз. Бәрекелді. Ал сіз өзіңіз үшін жауап беріңіз. Нешеде келдіңіз? Мен 12-ден 30-ге келдім. Жоқ, апай, жерге адвокат керек жоқ апай. Сіз ал айтыңызшы қалай болды? Мен келген кезде мына кісі уже төрде отырғанда болды. Ал ана кісі далада болды. Жоқ, тоқтаңыз. Сіз мына кісі айтады, мен 12:15'те. Ана кісі айтады, мен 12:20'да. Сіз 12:30'да келсеңіз, немдегі адвокат болып тұрсыз мына жерде. Приз болды, шыққан үшін бірдеңке берші апайға. Бірдеңке бер енді айту, қайтсын енді. Иә. Жоқ, іші сырты не керек бізге барып одан келсе болды емес па? Қандай білейік, біреу может сағат 11'де келіп туалетте шауып отырған шығар. Так, аға, мына апайдан ерте келген кім бар? Кім бар? 10.000 теңге. Аға келіңіз. Аға келіңіз. О, шамдана аға келіңіз. О, теңгені қойыңыздар. Аға келіңіз. Үйде. Ата, тыңдап алыңыз. Ассалаумағалейкум. Мына кісі айтады, мен 12:15'те келдім дейді. Мына кісі айтады, 12:20'да келдім дейді. Бірақ мына кісі айтады, мына кісіні көрген жоқпын, бұл кісі бір-бірін көрмеген. Сіз қашан келдіңіз? Кеше келдім деп жүрмеңіз сіздер. Тыңдап ал, мен таксиде болдым. Кінә таксиде болдым. Айтпасам ертеге барады дедім. Таксиде болғанда? Бірақ ата, нешеде келдіңіз? Нешеде келдіңіз? Менің кетім 12:30'да кеп қойдым. Ертесем таксидің нөмірін астына айтып берейін. Ата, мына кісі бар ғой, сіз 12:30'да келдіңіз. Мына кісі 12:15'те келген. Бұл кісі сағат 10'да келген үшін тоже таксимен келген ғой. Такси бүгін дайын болған ғой. Мен таксиде, неше таксиде тұрады. Міне, мен алдымен келетін мен жолым бар еді. Оған таксиден кіреді. Ана таксидің бас істемейді екен ата бар ғой. Ана таксиге заявление жазып береді. В общем, былай, мен қазір 10.000 теңге сізге берсем, сіз ренжисіз, сізге берсем, в общем, үшеуіне подарок берейік, хайбай болып кетті жолда. Ата, маған берсем, мына сізге, ата, мына сізге, мынау да сізге. Рахмет. Ана, жоқ, ана 12:20'ға да бірдеңке емес, тағы көбірек бірдеңке. Шабалақ ұрып қойыңыздар, қамқорлықта. 12:20 сізге ерте келген неңіз бар ғой, еңбегіңіз бар ғой.
сымбатты апай келіңіз, екеуіңіз жаңа шақырған кісілер келіңіздер. Шығай Sen de dostlar düşün